Сәлем достар, сіздермен Марал. Удачные рецепты, Successful Recipes каналындасыздар. Сіздермен миксерсіз, сүтсіз, кефирсіз, тек қана венчиктің көмегімен жасалынатын бисквитный торттың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттер шығарып тұрамын. Ең алдымен бізге қажетті ингредиенттер: 2 жұмыртқа, үйдің жұмыртқасы болса тіпті жақсы болар еді. 1 кружка қант, яғни құмшекер, және 1 кружка қайнаған су. Не ыстық емес, не суық емес күйінде. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып алып, үстіне қант қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Тек қана венчиктің көмегімен жасалынады, миксермен де жасасаңыздар болады. Венчиктің көмегімен ағарғанша, яғни көпіргенше араластырып аламыз. Мінекей біздің қант пен жұмыртқамыз осылай ағарғаннан кейін қайнақ суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығы бір-бірімен араласып, бір консистенцияда болуы керек. Мінекей біздің консистенция дайын. Ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерді саламыз. Електен өткізіп салған жөн, өйткені көтерілуіне, яғни бисквиттің көтерілуіне көмегін тигізеді. Ең алдымен бізге 2 стакан ұн қажет, және де 2 чайный ложка разрыхитель. Ең алдымен електен 2 стакан ұнды бірден өткізіп аламыз. Електен ұнды өткізіп алдық. Енді разрыхительден 2 чайный ложка, яғни 2 шай қасық разрыхитель салып, оны да електен өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Яғни жақсы кәдімгі бисквитный торттың, яғни пирогтың консистенциясына келгенге дейін жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте бізге 1 кружканың жартысынан сәл ғана асатындай сұйық май қосып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай консистенция шығады. Ендігі кезекте формамызды сары маймен майлап шығамыз. Барлық жан жағына жеткізіп, жақсылап майлап шығамыз.
міне біз формамызды жақсылап сармаймен майлап алдық. Ендігі кезекте бір чайный ложка ұнмен барлығын сүртіп шығамыз. Яғни қағып барлық жеріне дейін жеткізіп ұнды. Неге дейсіздер ме? Өйткені біз қазір формаға консистенциямызды салған кезімізде ол жабыспайды. Форманың шетіне дейін жеткізіп барлық ұнды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің формамыз дайын. Осылай барлығын ұнмен сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте біздің консистенциямызды формамызға құйып 180 градуста, яғни енді әркімнің пеші әр түрлі. Менің пешім әсел пеші, сондықтан әсел пеші бар қыздар 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аласыздар. Ал қалған ондай пеш жоқ болса, пештеріңіз басқандай болса, өздеріңіз қарап отырып пісіріп аларсыздар. 180-200 градустың аралығында 35-40 минуттың аралығында пісіріп алсаңыздар жөн. Ендігі кезекте біздің бисквитный торттың кремін жасау. Бізге пампушка майы керек. Крем жасау үшін ең оңай крем бұл. Пампушка майынан сәл ғана қосып, яғни 180 грамда, және де сгущенка қажет. Мен яғни бір банка сгущенка құйдым. Екінші банкамның жартысына дейін ғана құйып алдым. Жақсылап миксермен араластырдым. Венчикпен араластыруға болады, тек менде сәл май қаттылау, жақсы ермеген май болып тұр. Венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Өте жақсы, өте консистенциясы, кремнің консистенциясы болып шығады. Мінекей біздің бисквитті дайын болды. Менде 6 сантиметр шықты. Сіздерде де сондай болады деген сенімдемін. Жасап көрсеңіздер өте дәмді болады. Мен бисквитті 3 бөлікке бөліп алдым. Және де оған шайға бір қасық қантты салып, енді сәл-сәл бөлініп кетіп жатыр, өйткені бізде суда піскендіктен, яғни су қосып жасағандықтан осылай болады. Оған уайымдамаңыздар. Олай болса да өте дәмді торт жасалынады. Жасап көруге кеңес беремін. Шенегі шаймен сәл дымқылдап шығамыз. Одан да нәзік, одан да дәмді болу үшін. Қант қосуды ұмытып кетпеңіздер. Сүтті де қосуға болады. Шайды де қосуға болады. Қайнаған шай болмайды, тек жылы шай. Ендігі кезекте біз тортты жинап шығамыз. Кремді жақсылап жағып 3 слойды формаға жинап шығамыз. Осындай өте дәмді торт дайын болады. Өте нәзік, дәмі тіл үйретін. Маған қолдау ретінде каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.